Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Бағымжан. Бүгін біз сіздермен бірге бір жасағаннан жақсы шығатын ең нәзік әрі дәмді ватрушка дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Жылы сүтімізге құрғақ ашытқы, қантты қосып жақсылап араластырамыз. Барлық керекті ингредиенттерді видеоның астына описаниеге жазып кеттім. 2 жұмыртқамызды қосып араластырамыз. Жұмыртқа үлкен болса 1 жұмыртқа қоссаңыздар болады. Кішкентай болса 2 жұмыртқа. Және шым-шым тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Оннан аз-аздан қосамыз. Оның ортасында біз ертілген сары майымыздан қосып жақсылап араластырамыз. Менде иленген қамыр видеоға түспей қалыпты. Қамырды жақсылап илеп, бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қалдырасыздар. Мен қамырды микроволновкаға салып, 30 секундқа қыздырып, қамыр жақсы көтерілгенше сол жерде ұстаймын. Қамырымыз жақсылап көтерілгенше біз салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге 1-2 жұмыртқа, қант, шым-шым тұз және қаймағымызды қосып жақсылап араластырамыз. Шанышқының көмегімен біркелкі массаға келтіріп аламыз. Жақсылап араластырып, кукурузный крахмалдан 2 ас қасық қосып жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде жұмсақ сүзбе түрін таңдадым. Егер сіздерде ірі сүзбе болса, блендердің көмегімен жұмсартып араластырасыздар. 1 сағат уақыт өтті, біздің қамырымыз дайын. Енді қамырымызды алып, көтерілген қамырымызды абайлап басып, түсіріп аламыз. Яғни өзімізге ыңғайлы қалыпқа келтіріп аламыз. Өзімізге ыңғайлы қалыпқа келтіріп, ұзынша етіп оралған қамырымызды біз 12 немесе 15 бөлікке бөлеміз. Яғни бізде 12-15 ватрушка шығады. Бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған соң біз әр бөлікті шар тәрізді етіп орап шығамыз. Шар тәрізді етіп орап шыққаннан кейін біз бетін пищевой пленкамен жауып қоямыз да, оны 15 минутқа қалдырамыз. 15 минутқа қалдырғанда біздің ватрушкамыз тағы көтеріледі. Яғни көтерілген ватрушкамызды енді стаканның көмегімен ортасын ойып шығатын боламыз. Яғни бұл жерде салмасын салғанға бізге ыңғайлы болуы қажет. Жақсылап басып шығамыз, ары қарай салмасын саламыз. Салмасын 1 немесе 2 ас қасықтан саламыз. Салмасынан қатты көп салмаймыз. Көп салған кезде, пісірген кезде ақып кетуі мүмкін. Енді осы кезде біз пешімізді 180 градусқа қыздырып дайындап қоямыз. Келесі жұмыртқаны ватрушканың шетіне жағып шығамыз. Бұл жерде 1 жұмыртқа. Жұмыртқаның сіздер тек қана сарысын алсаңыздар да болады. Мен тек қана сарысын алдым. Ватрушканың шетіне жақсылап жағып шығамыз. Қызып тұрған пешімізге ватрушкамызды саламыз. Және де біз 180 градуста ватрушкамызды 20-30 минуттай пісіреміз. Міне біздің ватрушкамыз 20 минуттың ішінде дайын болды. Жұмсақ, үлпілдек, дәмді осындай ватрушка шығады. Және де бетіне қант ұнтағын сепсеңіздер болады. Сіздерге ватрушканы бөліп көрсетейін. Қараңыздар. Жұмсақ, үлпілдек, мамықтай ватрушка шықты. Салмасы да көп, тойымды, нәзік әрі дәмді. Қазір менің қызым ватрушканың дәмін көріп, бағасын беретін болады. Егер видео ұнаса лайк басып, менің каналыма тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Келесі жолы менен қандай рецепт күтесіздер, комментарийге жаза кетіңіз. Сіздермен болған Бағымжан, қош, сау болыңыздар.